Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ханафиттер мен шафиғиттер деп аталатындардың арасында әдетте Рамазан айының алдында немесе ораза айы кезінде шайтанның Абу Ханифа мен Аш-Шафиғи Рамазан айында күн сайын 2 рет Құранды оқығандығы, яғни Рамазанда 60 рет оқыған туралы ертегісі тарайды интернетте. Барлық надан ханафиттер мен шафиғиттер шайтанның бұл ертегісіне сенеді, өйткені олардың ешқайсысын биін қосып ойланғысы келмейді. Мұны соқыр фанатизм және сектанттық деп атайды. Осындай жағдайға масхабизм мен сектанттық әкеледі. Енді күніне 2 рет Құранды толық оқып шығуға болады ма екен, өзіңіз ақылға салып ойланыңыз. Жай ғана судырлатып емес, Құранды оқудың барлық ережелері бойынша оқу. Егер сіз мұның бәрі рас деп ойласаңыз, онда олар күні-түні ұйықтамаған, намаз оқымаған, тамақтанбаған, басқалармен сөйлеспеген, оқушыларына сабақ бермеген, және тағы басқа істер істемеген болып шығады. Осылай бір айға созылуы мүмкін бе? Жоқ. Немесе Абу Ханифа мен Аш-Шафиғи роботтарға айналып кеткен бе деген ой келеді. Аллах Құранда бірнеше рет өтірік айтуға және алдауға тыйым салады. Хадистерде тіпті әзір үшін өтірік айтуға және алдауға тыйым салынған. Осыдан кейін ханафиттер мен шафиғиттер өтірікшілер мен алаяқтар болып кеткен берген ой келеді басына. Оларға шайтан ақымақ надандарға арналған осы ертегіні шығарып берді. Ал олар болса, бұл ертегіні мұсылмандарға ұялмастан таратуда. Осылайша олар бүкіл мұсылмандарды алдап адастыруда. Бұған исламда тыйым салынған. Аллах өзіңнің құлдарыңды өтірікпен алдаудан сақтай көр. Әмин. Барлық сансыз, шексіз және сетсіз мақтаулар тек жалғыз Аллахқа тән.